Ассалаумағалейкум достар, бүгін оңтүстік Кореяда, яғни Сеулде қарғыс атқырымына Хэллоуин тойлаймыз деп 100-ден аса адам қайтыс болған. Соның ішінде өкініштісі қазақ қызда бар екен. Отбасына қайғырып көңіл айтамыз. Адам саны көп болған соншалықты Кореяда адамдар қысылып, ауа жетпей, дем жетпей, содан қайтыс болған екен. Енді мынау қазір жастар осы Хэллоуиннің түп тамырын білмейді. Асқабақтың не қатысы бар, бұл қандай мереке, соны сіздерге дұрыстап түсіндіріп берейін, біліп алайық. ақш пен Ұлыбритания және де солтүстік Ирландиядан келген мереке дейді. Жалпы 31 қазан мен 1 қараша айларында бүкіл әлем жаппай тойлайды. Қазір қазақ жастары да жеті атасынан қалған дәстүрдей тойлайды. Енді жастар, тыңдаңыздар. Бүкіл әлемнің алпауыт мықтылары бәленбай миллиардтап ақша салады осы Хэллоуинге. Индустрияға айналған азғындардың мерекесі. Бұл Хэллоуин христиан діні болмай тұрып, келмей тұрып бар мереке. Бұл мереке кезінде ежелгі кельт тайпаларының шығарып кеткен Самайын атты өлілер патшасы деген мағынаны береді. Күз бен қыстың айларының ауысқан уақытында тойланған, дәл осы уақытта тойланған. Хэллоуин түнінде өлілер әлемі ашылып, рухтар жерге оралады деп тойлайды. Алла сақтасын. Кезінде кельт тайпалары көшеде үйдің кіреберісінде жындарға тамақ тастайтын болған. Кейін өздері оттың жанында жиналып құрбан шалған. Құрбан шалып болған соң үйлеріне майшам жағып от кіргізген. Мерекелерінің символы неге асқабақ болған? Себебі егіннің аяқталған кезін білдірген және сол асқабақпен қайтыс болған әруақтың бейнесін кесіп жасаған. Алла сақтасын. Ал біздің исламда бұл мерекені тойлау пұтқа табынумен бірдей. Яғни әруақтарды қорлауға, мазақ қылуға біздің асыл дініміз тыйым салған. Егер де менің айтқан осы сөздерімді біле тұра сіз тойласаңыз, асыл дінімізден шығып кету қаупіңіз бар. Сол себепті достарыңызға, бауырларыңызға, іні қарындастарыңызға ескертіңіздер және де барынша репост жасаңыздар.